Сәлеметсіздер ме? Мен биология пәнінен үздік бейне сабақ байқауы қатысушысы Шәріп Мөлдір Қайроллақызы. Жарасбай жалпы білім беретін мектебінің биология пәні мұғалімі. 8-ші сынып сабақтың тақырыбы зәр шығару жүйесі мүшелерінің, яғни бүйрек, несеп ағар, қуық, несеп жолының құрылысы мен қызметі, бөліп шығару және сүзу мүшелері, бүйректің құрылысы, яғни қыртысты және милы қабаты, нефрон, пирамида, астауша, бүйрек өтекшелері. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: адамның зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы мен қызметін сипаттау. Сабақтың мақсаты: оқушылар адамның зәр шығару жүйесі мүшелерінің, яғни бүйрек, несеп ағар, қуық, несеп жолы құрылысы мен қызметін сипаттайды. Бөліп шығару мен сүзу үдерістерінің ағза үшін маңызын түсіндіреді. Құндылығы: жауапкершілік, өз денсаулығына саналы қарау, яғни су ішу, гигиена сақтау, зәр шығару мүшелерін күту. Екінші құндылығы: ынтымақтастық, топтық және жұптық жұмыс барысында бір-бірін тыңдау, ортақ шешім қабылдау, пікір алмасу. Функционалды сауаттылық: зәр шығару жүйесі туралы білімді өмірлік жағдайлармен байланыстыру. Жаңашылдық: биологиялық үдерістерді модельдеу, яғни су тәжірибесі, макет, схема. Күн сайын ағзамызда мыңдаған химиялық реакция жүреді. Әрбір әрекеттен кейін қалдық заттар түзіледі. Егер бұл қалдықтар дер кезінде шығарылмаса, ағза іштен уланып, тепе-теңдік бұзылады. Сондықтан адам ағзасында ерекше, өте ақылды тазалық жүйесі бар. Ол зәр шығару жүйесі. Зәр шығару жүйесі 4 негізгі мүшеден тұрады. Олар бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс істейді. Біріншісі: бүйрек қанды сүзеді, зәр түзеді және ағзадағы су мен тұздың тепе-теңдігін реттейді. Екіншісі: несеп ағар. Ол зәрді бүйректен қуыққа тасымалдайтын түтік. Үшіншісі: қуық зәр, уақытша жиналатын қойма. Төртіншісі: несеп жолы. Бұл зәрді ағзадан сыртқа шығаратын соңғы өзек. Бүйректің ішкі құрылысы өте күрделі. Оның ішінде қан тамырлары аса көп орналасқан. Бүйректің негізгі жұмыс бірлігі нефрон. Әр бүйректе миллиондаған нефрон бар. Осы мүшелердің үйлесімді жұмысы ағзаны артық су, тұз және зиянды қалдықтардан тазартып, ішкі ортаның тұрақтылығын сақтайды. Бүйрек ағзаның негізгі сүзгісі, бірақ бөліп шығару қызметіне басқа мүшелер де қатысады. Бүйрек несеп нәрді, артық су мен тұздарды шығарады. Өкпе көмір қышқыл газын және су буын бөледі. Тері арқылы су мен тұзды шығарады. Бауыр зиянды заттарды уытсыздандырып, аммиакты несеп нәрге айналдырады. Яғни ағза бір ғана мүшеге емес, бірнеше сүзгіге сүйенетін күрделі жүйе. Бүгін біз осы жүйенің қалай жұмыс істейтінін, қанды қалай сүзетінін және ағзаны қалай қорғайтынын бірге зерттейміз. Зәр шығару жүйесінің құрылысы мен қызметі. Адам ағзасының зәр шығару жүйесі бұл күрделі биологиялық механизм. Ол ағзаны тазартып, ішкі ортаның тұрақтылығын сақтайды. Бүйрек, несеп ағар, қуық және несеп жолы бірлесіп, ағзадан артық заттарды және зиянды қалдықтарды шығарады. Бөліп шығару жүйесінің маңызы мен рөлі. Негізгі қызметтері: бөліп шығару жүйесі ағзаның ішкі тепе-теңдігін қамтамасыз етеді. Ол артық су мен тұздарды, сондай-ақ құрамында азот бар зиянды заттарды шығарады. Бұл жүйенің негізгі орталық мүшесі бүйрек. Ол тәулік бойы қанды сүзіп, зиянды заттарды бөліп алады. Артық су мен тұздар ағзадан қажет емес су мен минералды заттарды шығарып, сұйықтық балансын сақтайды. Азотты қалдықтар нәруыздардың ыдырауынан түзілген несеп нәр, аммиак және зәр қышқылын бөліп шығарады. Қорғаныс функциясы: ағзаны уланудан қорғайды және ішкі ортаның тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Бүйректің орналасуы және анатомиялық құрылымы. Орналасуы мен пішіні: бүйрек бұршақ тәрізді пішінді жұп мүше болып табылады. Екі бүйрек те бел бөлімінде, омыртқа жотасының екі жағында симметриялы орналасқан. Әрбір бүйрек шамамен 150-200 грамм салмақта және 10-12 см ұзындықта болады. Оң жақ бүйрек бауыр себебінен сәл төмен орналасады. Биологиялық сүзгі. Бүйрек ағзаның басты биологиялық сүзгісі ретінде жұмыс істейді. Тәулігіне шамамен 1500-1800 литр қанды өткізіп, оны тазартады. Бұл күрделі процесс арқылы ағзадан 1-2 литр зәр бөлінеді. Онда барлық зиянды заттар шоғырланады. Бүйрек қабаттарының құрылысы. 2 қабаттан тұрады. Біріншісі қыртысты қабат. Бүйректің сыртқы бөлігі қою қызыл түсті қыртысты қабаттан тұрады. Мұнда көптеген қан тамырлары мен нефрондар орналасқан. Осы қабатта қанның алғашқы сүзілуі жүреді және зиянды заттар бөлінеді. Екінші ми қабаты. Ішкі бөлік ашық түсті ми қабатынан құралған. Мұнда зәр жиналықталатын каналдар мен пирамидалар орналасқан. Бұл қабат зәрді жинап, несеп ағарға бағыттайды. Маңызды: қыртысты қабаттың қанық қызыл түсі қан тамырларының көптігімен түсіндіріледі. Бұл бүйректің қанмен қамтамасыз етілуінің жоғары екендігін көрсетеді. Зәр шығару жүйесінің мүшелері және олардың өзара байланысы. Зәр шығару жүйесі бірнеше мүшелердің үйлесімді жұмысынан тұрады. Олардың әрқайсысы белгілі бір қызметті атқарады. Бүйрек қанды сүзіп, зәрді түзеді. Екі бүйрек тәулік бойы үздіксіз жұмыс істейді. Несеп ағар зәрді бүйректен қуыққа өткізеді. Ұзындығы 25-30 см болатын екі түтік. Қуық зәрді уақытша сақтайды, серпімді қабырғалары 500 мл-ге дейін созылады. Зәр шығару түтігі зәрді ағзадан тыс шығарады. Қуықпен байланысқан соңғы бөлім. Барлық мүшелер бір-бірімен тығыз байланысты жұмыс істейді. Олардың біреуінің бұзылуы бүкіл жүйенің жұмысына әсер етеді. Бүйректің өмірлік маңызы.
Егер екі бүйрек те жұмысын толық тоқтатса, ағза 30-40 минут ішінде өздігінен улана бастайды. Бұл бүйректің өмір сүруі үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Қан сүзу функциясы. Бүйрек қанды үздіксіз өткізіп, зиянды заттарды бөліп алады және оларды зәр құрамында шығарады. Улануды болдырмау. Азотты қалдықтар мен басқа да улы заттарды дер кезінде шығару арқылы ағзаны қорғайды. Тіршілік үшін қажет. Бүйрек өмір сүру үшін аса маңызды мүше. Оның қызметінсіз ағза тіршілігі мүмкін емес. Тапсырма номер 1. Топтық жұмыс. 3 топтық тапсырма. Яғни, зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы мен қызметін сипаттау. Скаффолдинг әдісімен беріледі. Яғни, скаффолдинг оқушыға қолдау, сатылып беріледі. Тірек сөз, үлгі, жетекші сұрақ, дербес жауап. Бірінші топтың тапсырмасы несеп ағар тасымалдаушы жол. Мақсат несеп ағардың құрылысы мен қызметін сипаттау. Скаффолдинг тірек сөздер түтік, бұлшықет, перистальтика, зәр қуыққа жеткізу. Үлгі сөйлемдер. Несеп ағар бұл, оның қызметі. Зәр арқылы өтеді. Жетекші сұрақтар. Несеп ағар зәрді қайда жеткізеді? Зәрдің жылжуына не көмектеседі? Несеп ағар бітелсе не болуы мүмкін? Яғни бір мысал. Нәтиже 3 сөйлем, 1 шағын сызба. Екінші топтың тапсырмасы қуық, яғни жинау және сақтау. Мақсат қуықтың қызметін сипаттау. Скаффолдинг тірек сөздер. Жиналу, сақтау, серпімді қабырға, толу, босату. Үлгі сөйлемдер. Қуықтың негізгі қызметі. Қуық толғанда байқалады. Қуықтың қабырғасы болғандықтан. Жетекші сұрақтар. Бірінші, қуықтың қызметі сүзу ме, жинау ма, сақтау ма? Екінші сұрақ, қуық толғанда адам не сезеді? Үшінші сұрақ, қуықтың серпімді болуы үшін не керек? Нәтиже, құрылыс қызмет 2 бағанды мини-кесте, кемі 3 пункт. Үшінші топтың тапсырмасы несеп жолы, яғни сыртқа шығару. Мақсат несеп жолының қызметін және маңызын сипаттау. Скаффолдинг тірек сөздер. Несеп жолы сыртқа шығару, гигиена, инфекциядан қорғану, бұлшықет, үлгі сөйлемдер. Несеп жолы, оның қызметі, гигиена маңызы, себебі, жетекші сұрақтар. Несеп жолының негізгі қызметі қандай? Неге гигиена сақтау маңызды? Инфекция түссе қандай қауіп болуы мүмкін? Бір мысал. Нәтиже 3 сөйлемдік түсіндірме және 1 ереже, яғни қауіпсіздік гигиенасы туралы. Бұл жерде әр топқа қорғауға 1 минут беріледі. Яғни біздің мүшеміз ол қызмет атқарады, сондықтан маңызды үлгісімен қорғалады. Құндылығы: ынтымақтастық, жауапкершілік, функционалдық сауаттылық. Ынтымақтастық топта бірлесіп жұмыс істеу, бірін-бірі тыңдау, ортақ шешімге келу. Жауапкершілік өз рөлін орындау, тапсырманы уақытында аяқтау, нақты дәлелмен сөйлеу. Үшінші, функционалдық сауаттылық зәр шығару жүйесі туралы білімді өмірлік жағдайлармен байланыстырып. Дескриптор 3 балл. 1 балл мүшенің атауын дұрыс атап, негізгі қызметін дұрыс сипаттайды. Кемінде 1 қызмет. 1 балл берілген скаффолдингке сай нәтиже өнімін дұрыс орындайды. Яғни сызба, кесте, ереже және кемінде 2 дәлел не мысал келтіреді. 1 балл топ жұмысын 1 минутта түсінікті қорғайды, қорытынды жасайды. Яғни неге маңызды екенін айтады. Барлығы 3 балл. Екінші тапсырма STEM әдісі. Берілген материалдардан адамның зәр шығару мүшелерін құрастыру. Құндылығы: жаңашылдық, ынтымақтастық, жауапкершілік. Жаңашылдық қолдағы материалдардан модель құрастырып, ғылыми ұғымға визуалды түрде түсіндіру. Ынтымақтастық топта бірлесіп жоспарлау, міндеттерді бөлісу, ортақ нәтижеге жету. Жауапкершілік қауіпсіздік ережесін сақтау, құралды ұқыпты қолдану, жұмысты уақытында аяқтау. Дескриптор 3 балл. 1 балл модельден зәр шығару жүйесінің мүшелерін дұрыс айтады. 1 балл әр мүшенің негізгі қызметін дұрыс сипаттайды. Және 1 балл модельді пайдаланып, жүйенің жұмысын, яғни зәрдің қозғалысын түсіндіреді. Барлығы 3 балл. Үшінші тапсырма ертегі. Зәр жолындағы 3 сақшы. Бұл функционалды сауаттылыққа арналған тапсырма. Жеке жұмыс. Ертеде Дене елі деген үлкен мемлекет болыпты. Бұл елде тазалықты сақтауға көмектесетін 3 маңызды кейіпкер өмір сүріпті. Несеп ағар жолы, қуық қоймасы және несеп жолы. Несеп ағар ел ішіндегі ең ұзын әрі еңбекқор тасымалдаушы түтік екен. Ол әрдайым мен келген сұйықтықты қуыққа қауіпсіз жеткіземін деп мақтанып жүретін. Ал қуық үлкен әрі серпімді қойма. Ол келген сұйықты жинап, асықпай сақтап тұрады. Қуық толған кезде Дене еліне белгі беремін. Енді сыртқа шығаратын уақыт келді, дейді. Сол сәтте іске несеп жолы кіріседі. Ол сыртқы орта, сыртқа шығаратын қақпа сияқты. Мен қақпаны ашсам, артық сұйық сыртқа шығады, бірақ тазалық маңызды деп ескертіп қояды. Бір күні Дене елінде бір оқушы ұзақ шыдап суықта жүріп қалады. Сонда суық қоймасы ауырып, маған уақытында босап тұру керек еді деп мұңаяды. Несеп жолы да тазалық сақталмаса микробтар кіріп кетуі мүмкін, дейді. Содан бері Дене елінің тұрғындары 3 ережені ұстанады. Уақытында дәретке бару, таза жүру, жеткілікті су ішу. Функционалды сауаттылық тапсырмасы 3 балл беріледі. Бірінші тапсырма: иә, жоқ, 1 балл. А. Қуық зәрді жинап уақытша сақтайтын мүше. иә немесе жоқ. Б. Несеп жолының қызметі зәрді қуыққа жеткізу. иә немесе жоқ. Бағалау 2 жауапты дұрыс болса 1 балл беріледі. Екінші тапсырма: сәйкестендіру 1 балл. Мүшені қызметімен сәйкестендіріңіз. Бірінші несеп ағар, екінші қуық, үшінші несеп жолы. Нұсқалары: А. Зәрді сыртқа шығарады. Б. Зәрді қуыққа жеткізеді. С. Зәрді жинап сақтайды. Бағалау: 3 сәйкестікте дұрыс болса 1 балл беріледі. Үшінші тапсырма: қысқа жауап 1 балл. Ертегіде тазалық сақталмаса микроб кіріп кетуі мүмкін делінген. Бұл жағдайда қандай мәселе туындауы мүмкін? Жауапты 1-2 сөйлеммен жазыңыз. Бағалау: инфекция, қабыну, ауру пайда болуы мүмкін деген мағынада жауап болса 1 балл беріледі. Құндылық: жауапкершілік, функционалды сауаттылық. Жауапкершілік өз денсаулығына саналы қарау, тазалық ережелерін сақтау, маңызын түсіну.
Функционалды сауаттылық мәтіндегі ақпаратты өмірлік жағдайлармен байланыстырып практикалық қорытынды жасау. Дескриптор 3 балл. 1 балл я немесе жоқ тұжырымдамасын дұрыс анықтайды. 1 балл мүшелерді қызметімен дұрыс сәйкестендіреді. 1 балл мәселені 1-2 сөйлеммен дұрыс түсіндіреді. Бекіту тапсырмасы бір сөйлеммен түйіндеу әдісі сабақты бекіту мақсатында қолданылады. Бүгінгі сабақтан алған білімдерін бір сөйлем арқылы білдіреді. Құндылығы жауапкершілік, функционалды сауаттылық. Жауапкершілік өз оқу нәтижесін қысқа әрі нақты жеткізу, қорытынды жасау. Функционалды сауаттылық алған білімді өмірлік мағынамен байланыстырып бір сөйлемге сыйғызу. Бағалау критерийі сабақ мазмұнын бір сөйлеммен нақты түйіндейді. Дескриптор 1 балл. 1 балл бөліп шығарудың тірі ағзалар үшін маңызын бір мағыналы дұрыс сөйлеммен түйіндейді. Рефлексия 3-2-1 әдісі. Мен білетін 3 нәрсе, мені таңғалдырған 2 нәрсе, болашақта тереңірек қарастыратын 1 нәрсе. Құндылық рефлексия, жауапкершілік. Рефлексия өз оқуын бағалау, бүгінгі білімін саралау. Жауапкершілік өз ойын шынайы жеткізу, оқу үдерісіне жауапкершілікпен қарау. Саралау қолдау арқылы саралау. Қолдауды қажет ететін оқушыларға тірек сөздер беріледі. Несеп ағар, қуық, несеп жолы, тасымалдау, сақтау, шығару, гигиена. Үлгі бастамалар ұсынылады. Мен білдім, мені таңғалдырды, мен зерттегім келеді. Қабілетті жоғары оқушыларға жауапты толық сөйлеммен, себеп салдармен жазу. Тереңірек қарастыратын бөліміне нақты сұрақ құрастыру ұсынылады.